Сәлем достар, екінші сынып сабақ алған сабақ 131 сабақ. Бағымыздың бос теңсіздіктер. Бұлай болса, бірінші өрнектерді есептеп, жауаптарын кестеден көрсетілген тәртіппен орналастырып, ғарыш кеңістігі, ондағы нысандарды және жұлдыздар мен галактикаларда болатын өзгерістерді зерттеу. Қалай? Шешіп орналастыру. Бұлай болса, кеттік. Бұлай дейді. 630-ды бөлеміз 207-мен 90 бөлінісіне. 210-сына бер 90 мен 50-дің көбейтіндісін 20-ға 90 санның санына с. 7700-ді бөлеміз 560 пен 80 бөлінісіне 1100 шығады. 1100 бер р. Одан кейін 25-ті көбейтеміз 4 пен 87 бөлінісіне. Бұл жерде 25-ті 8700-сына 4200-ге қосамыз 80-ді қосамыз. Санды бөлеміз. 24 шығады. 24-сына ияр. Келесі 57-ні көбейтеміз 98 пен 8-дің көбейтісіне. Оны жақшаның ішіне бізде 0 шығады. 0-ді 50 0-ді тұсына біздер яр. Келесі 40-ті көбейтеміз 8 және 2 санысына 4000 шығады. 4000-на мар. Келесі 14200-ге қосамыз 300-ге бөлеміз. 7 шығады. 7-8-сына мар. Келесі 150, 50 және 300 сандан бөлеміз 5-ге 120 шығады. 120-сына бар. 128 бен 472 қосындысы 3-ге 18 шығады. Онда ғарыш кеңістігін, ондағы нысандарды және жұлдыздар мен галактикада болатын өзгерістерді зерттеу. Келесі екінші тапсырма. Дәптеріңе теңсіздіктердің шешімдер үрдісін жаз және оның санын белгіле. Біздерде А белгілі санын А үште кіші дейді. А үшке тең болып үшке сандар мүмкін болатын 0, 1, 2 болу. Үштен кіші сан. Десе жауаптар мынадай. 0 болу мүмкін 3-тен кіші. Одан кейін 1 болу мүмкін 1 3-тен кіші және 2 3-тен кіші. Келесі әсін қара. Q артық 3-тен. Яғни 3-тен белгілейміз. 3-тен үлкен 8-ге дейінгі 3-ті аламыз. 4-тен 4, 5, 6, 7, 8. Ендеше жауаптарды оқиық. Q-ның орнында 4 болу мүмкін.
4 артық 3-тен, 5 артық 3-тен, 6 артық 3-тен, 7 3-тен, 8 артық 3-тен. Үшінші тапсырманы қарайық. Тапсырманы орында жазуды түсінді. Балалар жердің моделін шар түрінде жасады. Бұл модельді өлшеген кезде шар 3 килограммдық кіртастан ауыр, бірақ дәл осындай 2 кіртастан жеңіл болып шықты. Шардың массасын x килограмм деп белгілеп, теңсіздікті шар. Шардың салмағы 3 килограмм мен 6 килограмм аралығында болады. 3x-тен кіші және 6-дан x 3-тен үлкен және 6-дан кіші. Екі теңсіздік бір теңсіздікті x 3-тен үлкен 6-дан кіші. X 3-тен үлкен, яғни шардың салмағын белгісі ол де кіші. А 3 килограмм және 6 кіші. Мысалы ішінде 3 кірмейді. Ось теңсіздік жаз. Белгісі сан 4-тен және 4 не сен к белгісізді 5-тен
М белгісізі 10-нан 25-тен N белгісізі 6-дан 25-тен осылай теңсіздік. Қарай 5-ші түсірім. Теңсіздік қос теңсіздік жегінде яғни 7 бұл жерде А белгісізі 7-ден 2. Бұл жерде 2 теңсіздік жазамыз. 12. Бұл теңсіздігі 15-тен кіші. Бұл жерде С белгісізі 18-ші Д белгісіз 21-ші 40. Д М белгісізі 130. М 180. Д белгісіз 274 артық 2. Қос теңсіздік 2 теңсіздікке ауыстырсаңыз. Ары қарай 6-шы тәсіл басына қарай дәптеріңе сан сәулесін сызды. Сандарды белгіле. Сан сәулесінде белгіленген сан шешім сәйкес келеді. Бұл жерде қара. Бұл жерде 2, 4, 2, 3, 4, 5 сандары қарамен боялды. Яғни бұлар жауаптар. Күн бұл жауаптар. Біздер мына жерде 1-ді және 6-ны аламыз. Күн бұл 2, 3, 4, 5. Сонда яғни белгісіз сан ол 1-ден артық және 6 сан. 6-шы сан сәулесін сіздегі сан сәулесін 5 сан өзін жиынымен
пен 3 сағат белгілі. 4 5 сағат 8 бұл яғни белгісіз сан 3-тен артық 8-ден кем. Біздің белгісіз сан сан. Жетінші тапсырма теңдеуді 30.810-ны бөлеміз x-ге. 320 мен 3-тің көбейтіндісіне. 30.000 бөлеміз x. 321-ді 3-ке көбейтсек x-ті 30.810 бөлеміз 963-ге. x 32. Тексереміз. 373. 83 745 азайды. Y тең 840 мен 830 мың. Y тең 160 мың 407. Y-ті табу үшін 830 мың 140 азайтамыз. 163 мың 407. Y 47 мың 270. Ендеше теңдеуді тексереміз. 163 мың. Теңдеуді де 8-ші тапсырма. Арманның ақшта дүкен телескоп. Егер олар ай сайын $8 жинап отырса, бір жылдан кейін телескоп дүкенде оларды мың бөліп ұсынды. Егер олар 8 ай сайын 9 бөлсе, бірден телескоп бағасы қанша құнын бөліп болса, берілген жазамыз. Ай сайын бір жыл ай сайын үшін 8 12
бір жыл сәйкес 18 ай телескоп ал егер бөліп бөлекте 160. Келесі 9-шы тізім салыстырылып әріпті өрнектің мәндерін қараймыз. Т көбейтілген және Т кез келген санды 0-ге тек 0-ге тең. Мына жерде бұның орнына кез келген санды 1-ге көбейтсек сол сан өзі шығады. Мына жерде 0 болуы және 0-ден басқа үлкен сандар болады. Сондықтан бұл жерде Т көбейтілген 1 артық. N азайту N дейді. N-ді азайтсақ, санды өзі 0. Және N көбейтілген 0. Санды сектен 0 шығады. Бұл жерде 1 тең. Мына жерде В және К азайтып. К-ден К-ні азайтсақ 0 болады. В кез келген сан. Сондықтан В артық. 8253 қосылған N және N 8323. Бұл жерде 8253 және 8523 артық N екеуі сан. 7 X және 10 қосылған 250 көбейтілген 4 мың. Бұл жерде 250-ді 4-ге көбейтсек 1000 шығады. 1000 көбейтілгенді екеуі бір-біріне тең. 809 бөлінген R 908. Бұл жерде С бөлінген және С қосылғанда бізде 2-ді 3 Кесім 10-шы көрмеге арқылы 27 сал. Олардың біреуі басқасынан жеңіл болып шықты. Кіртасы жоқ. 3 рет өлшеу. Алғыз. Жерде 27 бөліп біздер 2-ге бөлуіміз керек. 27 бөлінбейді. Сондықтан біздер жерде 13 және 13. Біреуі 13-тің біреуі жеңіл басып. Енді біз оның жеңіл жағын қамызда, оны тағы да 2-ге 13-те 2-ге бөлсек, тағы да біреуі. Оның біреуі жеңіл болды. Сол жеңіл жағында оны тағы да өлшейміз. Өлшегенде 3 және бір жақ. Бір кіртасы жеңіл жақ.
басып ауыр басып одан тағы да бізде жеңіл жағымызда 1 килограмм, 1 енді осы жерде осы екі бөлім үшін қайсысы жеңіл басып сол ал қай жақ бір үш рет келесі 11-ші қос теңсіздік шешімдер жиынын санын белгіледі. Шешімдер жиыны туралы фигуралық жақшаны бұл жерде y-дан y 6-дан артық және бізде 7 8 сан бұл жерде белгілеп мүмкін болады. Осының аралық сан жерде сан 12 қоймыз. Бұл жерде сан 5-тен 10-нан кем болады. 5-тен бұл жерде 6-дан бастап 9-ға дейін сан
Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқ қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақ кескенше.